оқыған кезде айтады, 2 стаканы монеты. Менің қолымда не тұр? Мынаның қай жағы сағылмайды? Жоқ, мына айлап болшы. Таза, қолым жоқ ма? Артынайды. Несімен ұнайды? Келіп бар, е? Жақсы тамаша. Саған несі ұнайды? Алтын ұнайды. Неге? Сан. Сізге несі ұнайды? Алтын ұнайды. Неге? Ақшасы бетінде тұрған. Ақшасы бетінде тұрған. Маған өзі ұнайды, өзі. Сізге өзі ұнайды? Алды артты. Мынау 2 сторонасы бар монета. Әркімге әр жағы ұнайды. Енді қараңыздар. Егер де сізге бергі жағы ұнайды, екі жағы да берік болса, бұл не болады? Ақша болмайды. Ақша болмайды. Ал енді сіздерге сан ұнайды екен. Екі шетіне де 50 деп жазып қойды. Не болады? Не болады? Сонда қараңыздар. Оказывается, өмірдің өзі мына монетаның, бұны мен өзім шығарған философия. Өмірдің өзі мына монета екенді қараңыздар. Егер де қиыншылық болмаса, жеңіс жоқ. Егер жеңіске жеткің келсе, мынадан өту керек. Осы нәрседен өтпейінше мына эмоциядан, мына лидердің қолқына жете алмайды екенбіз. Енді қараңыздар. Әркімнің қазір үстімізде әртүрлі киім киіп тұрмыз, сол сияқты әркімді көтеретін өз кітабы болады екен. Өз шоты. Өздеріңіздің будильниктеріңіз. Мысалы, мен ертең қып-қызыл будильник оятты. Біреуді ішіндегі будильник оятты, біреуді телефондағы будильник оятты. Сол сияқты мына жерге сіздерді алып шығатын, эмоцияларыңыз түсіп кеткен кезде сіздерді көтеретін өздеріңіз екен. Енді қараңыздар. Егер де сіз мына айттық, эмоцияны түсіретін не нәрселер екен. Енді осы эмоцияларды көтеретін нәрселер де бар екен. Ол не? Қараңыздар, мынау көтеретін нәрсе. Ал бірінші, не деп ойлайсыздар? Сіздерді оятатын мақсат.